Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір біздің өтетін сабағымыз жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жарықтың шағылуы дегеніміз не? Сабағымыздың негізгі мақсаты сендер түрлі заттардың жарықты қалай шағылдыратынын білесіңдер, және де жарықтың шағылуын адам қалай пайдалана алатынын түсінесіңдер. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Жарық деген не? Жарықтың сәуле екенін білдіретін алғашқы жарық табиғаты туралы түсініктер гректер мен египеттіктерде пайда болды. Корпускалық теория бойынша жарық дегеніміз жарқыраған денелерден шығатын жарық ағындары корпускулалар. Ал толқындық теория бойынша жарық дегеніміз электромагниттік толқындар. Кванттық теория бойынша жарық дегеніміз әр қайсысы электромагниттік толқынның бөлігі болып табылатын бөлшектер кванттар ағыны екен. Ал балалар, ендеше сендердің ойларынша жарық дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп, өз ойларыңды айта кетіңдерші. Сонымен балалар, жарық дегеніміз көрінетін сәуле шығару болып табылады екен. Жарықтың әсерлері не? Электрлік, химиялық, жылулық жарықтар жатады. Электр сөзі сендерге бұрыннан таныс. Яғни, электрлік жарықтың әсерлерінен күнделікті өзіміздің қолданыста жүрген үйіміздегі жарық, тоқ көздері пайда болады. Ал химиялық жарық дегеніміз күнделікті күннің сәулесінен матаның онуы және күнге тотығуы осы химиялық жарықтың әсерінен пайда болады екен. Ал жылулық дегеніміз ол оттың жанған кездегі оттың жылуынан, күннің сәулесінен түскен жылулық, міне осылардың барлығы жарықтың әсерлерінен пайда болады екен. Жарықтың шағылуы диффузиялық айналық болып екіге бөлінеді. Егер жарық кетір бүдір бетке түссе, одан шағылған жарық шашырайды. Мұны диффузиялық шағылу деп атайды. Ал егер жарық мұқият тегістелген немесе айналық бетке түссе, одан шағылған жарық шоғы параллель шоқ түрінде шашырайды. Мұны айналық шағылу деп атайды. Олай болса балалар, бейне роликке назар аударамыз. Жарықтың әртүрлі бетке түсуі кезінде шағылудың екі түрін ажыратайық. Айналық және диффузиялы. Айналық шағылу өте тегіс беттерде пайда болады. Жарық қатаң түрде белгілі бір бағытқа шағылады. Егерде бет кедір-бұдыр күңгірт болса, онда ол жарықты шашыратады. Түскен сәуле мен сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикулярдың арасындағы бұрыш, альфа бұрышы, сәуленің түсу бұрышы деп аталады. Шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш, бетта бұрышын сәуленің шағылу бұрышы деп атаймыз. Қорытынды негізінде түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жататынын байқаймыз. Балалар, өздерің суретте көріп отырғандай, жарықтың шағылу құбылысын сипаттауда екі бұрышы болады екен. Бірінші түсу бұрышы деп түскен сәуле мен екі ортаны бөлуші бетке түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрышты айтады. Екінші шағылу бұрышы деп шағылған сәуле мен екі ортаны бөлуші бетке түсу нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрышты айтады. Олай болса балалар, жарықтың шағылу құбылысын сипаттауда қолданылатын түсініктерді есімізде сақтаймыз. Ары қарай бейнероликке назар аударамыз. Жарық сәулесі екі мөлдір ортаның шекарасына альфа бұрышпен түскен кезде, ол өзінің таралу бағытын өзгертеді. Бұл құбылысты жарықтың сынуы дейміз. Бета бұрышы сыну бұрышы деп аталады. Негізінде түскен сәуле екі сәулеге бөлінеді. Олардың біреуі шағылу заңына сәйкес шағылады, ал қалғаны келесі мөлдір ортаға өтіп сынады. Түсу бұрышы нөлге тең болған кезде жарық сынбайды.
Аружан, бері қараш. Апа, шағылыстырманышы. Ту, қызық қой. Апа, қойынышы. Жарайт, ренжімеш. Бізді көрермендер күтіп қалды ғой. Сәлем, достар. Сәлем. Бүгін біз сіздермен жарықтың қалай шағылысатынын зерттейміз. Балалар, білесіңдер ме? Жарық күннен жер бетіне дейін 8 минут 17 секундта жетеді екен. Және жарық бұл біздің көзіміз анықтап көре алатын алапат кинетикалық энергияның бір түрі болып табылады. Өте дұрыс айтасың, Аружан. Соған байланысты біз қазір тәжірибе жасаймыз. Ал келе, Аружан, енді берілген заттардың ішінен қайсынан бейнемізді көре аламыз? Әрине айнадан. Кәне, көрейікші. Мә, екеумізді әп-әдемі болып тұрмыз ғой бүгін. Және де кішкене мына табақтан да көруге болады. Табақтан? Иә. Табақтан сәл болыңғыр бейне көрінеді екен. Ал мына фольганы сахмазақтар айнасы сияқты қолдануға болады. Мәссаған қараш, Аружанда жерде қызық болып тұрсын. Бұлай істесек, кішірейіп қаласын. Ағыл, мына жерде тағы не бар екен? Мына жылтырақ қағаз сәл болса да бізді... Аружан, мен сені негізінен арық қыз деп жүрсем, семіз екесің ғой, қарашы жерде. Бұлай істесем, керісінше болып қалды. Яғни ол формасына байланысты екен, е? Иә. Ал алдымыздағы ақ қағазды тексеріп көрейік. Бұл бізді бейнемізді көрсетпейді. Өкінішке орай. Мына қара қағазды көрейік. Мәссаған, Аружан, қап-қара болып кетіпсің ғой. Айттым саған жазда көп ойнама деп. Апай, өтірік айтпаңызшы, ештеңе жоқ қой. Иә, мына түрлі түсті қағаздарды сынап көрейікші. Олардан көрінбейміз. Иә, дұрыс айтасың. Ешқандай бейнені көріп тұрған жоқ. Апай, мен түсінгенім, беті тегіс әрі жылтыр заттардан өз бейнемізді көре аламыз. Дұрыс айтасың, Аружан. Айналық беттерден біз өз бейнемізді көре алады екенбіз. Айжан апай, менің түсінгенім, жылтыр әрі тегіс денелер біздің бейнемізді жақсы көрсетеді, және де жарықты да жақсы шағылыстырады. Дұрыс айтасың, Аружан. Соның ішінде айна, жарықты ең жақсы шағылыстыратын зат. Одан басқа алюминийден жасалған фольга, және де мұз табақшасында айтып кетсек болады, иә? Сәлден болсын жарықты өткізген. Шағылыстырған. Оған қоса жылтыр қағаз. Дұрыс айтасың. Яғни балалар, осыдан жасайтын қандай қорытынды бар екен? Яғни айналық беттер жарықты жақсы шағылыстырады, және де одан өз бейнемізді көре алады екенбіз. Иә, дұрыс па, Аружан? Дұрыс айтасыз. Достар, бүгінгі тәжірибе сендерге ұнады деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар. Балалар, бейнероликті көре отырып, жарықтың шағылысу түрлері сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни, жарық айналық беттерде жақсы шағылысады, және де сол айналық беттерден біз өзіміздің бейнемізді көре алады екенбіз. Олай болса, келесі суретке назар аударыңдар. Төмендегі суреттерде берілгендерге ортақ қандай сөз деп ойлайсыңдар? Сыныпқа жалпылама тапсырма. Осы жарық көздерін қалай топтастырар едіңдер? Балалар, беті өте тегіс затты айнаға теңеп айнадай деп жатады. Айнадан біз өз бейнемізді көреміз. Беті тегіс емес заттардан бет бейнемізді көре алмаймыз. Олай болса, тағы да сыныпқа жалпылама тапсырма сұрақтарына жауап берулеріңді сұраймын. Сендер дүкен терезелерінің шыныларынан өз бейнелеріңді көріп қалдыңдар. Тағы қайдан өз бейнелеріңді көре аласыңдар? Бұл заттар несімен ұқсас? Осы сұрақтарға жауап беріңдерші. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Тегіс әрі ашық түсті беттерден жарық жақсы шағылады. Және осыны естеріңде сақтай отырып, ойланып отырып, мына сұрақтарға кім жылдам жауап береді екен? Қыста тауға көтерілген адамдар неліктен күннен қорғайтын көзілдірік киеді? Тағы қай кезде осындай көзілдірік қажет? Балалар, сендерге әрқайсысына жеке тапсырма. Суреттегідей айнадағы мәтінді оқи аласың ба? Және де екінші айнаны пайдаланып көр. Жарайсыңдар, балалар. Сабағымды қорытындылай келе, бүгінгі сабағымыздың мақсатымызға қол жеткіздік деп ойлаймын. Ендеше үй тапсырмасы, қандай заттардың көмегімен қабырғаға сәуле түсіре аласыңдар? Айнаны немен алмастыруға болады? Парақтың көмегімен қабырғаға сәуле түсіруге бола ма? Міне, осы сұрақтарға жауап бере отырып үй тапсырмасын орындауларыңды сұраймын. Сау болыңдар.